бір ай уақытымыз өтсе де осы 3 жыл бойына жалпы алмадық емес, біз алдық білімді. Бірақ осыншама деңгейдегі алмаған білімімізді бір айдың көлемінде жалпы бізге сусындырғаныңызға көптен көп рахмет. Лайықты сіз осыған алғысымыз шексіз, білгеніңізбен бөлісіп, барынша әйтеуір бізді биіктерге талпындырып, әрқашанда қанша жерде қателігіміз болса да, қанша сабаққа кешігіп жатсақ та, жаным сол кіре қойып ойтам сол деп бізді біраз сөзбен есіме жігерледіңіз. Рахмет көптен. Сіздей сөзбен уақыт өткеніне қуаныштымыз, сізден білім алғанымызға қуаныштымыз. Сол өзіңізге жақын әпкеміздей болып кеттіңіз. Рахмет. Сіз әрқашан қарапайым мұғалім болып қалыңыздар. Ешкімнің, жаңа айтамын ғой, ешкімнен артық емес, ешкімнен ең бірінші адамгершілік қасиет, бір-бірлерін сыйлаңдар. Сіздерге сол тек қана сәттілік тілеймін. Жолдарыңыз ашық болсын. Керемет маман болып шығатындарыңызға сенімдімін. Қалада жүрсеңдер 100% кездесеміз бәр жерде. Сондықтан бір-бірімізге сәлемімізді түсіп отырмыз, сыйлап барлық жерде менің шәкіртім деп, ұстазым деп, бір ай болса да қойылып тұр. Жүрегім баласындай болдық, таңертең. Неге ол бағдар беріп? Бағдар беріп екінші анамыз. Неге ол екінші ана? Үйретеді. Неге ол жақсы нәрселерді үйретеді? Мен қазір ол жақтағы қызға қолымды беруге ол сөздің аты жөнін айтып, сол әріптен басталады, келесі біздің қолымызды келеді. Менің аты жөнім жатыр, атым жатыр, және анам жатыр. Қалай болса, мен атым Айна деп, әрдайым қажылық жүргізіп жақсы, енді бүгінгі күніңіз жақсы сізге мына ертең жоға қарай шығайықшы. Идеясы арқылы түсіндіріп береді ма? Және де сол әзіл шығармадағы тұлғалық құрылысты енді гуманистік тұрғыдан қалады. Енді келесі тиімді оқып бересің, намысты оқып бересің, біз оқып береміз. Тиімді оқылайды. Давай, дәудің өзің. Қазаққа ұлының атын. Сенің атын Кендебай айыптен сайын емес, күн өткен сайын өсті. Алты күнде күлікті, алты жылда жүріп болып кетті. Арыз жазбайды екен. Оны көрген Кендебай көкжалмен айқасады. Менің қарымдағы Кендебай қолымды алып шығады. Кендебай қолымды үйіне алып келіп, қуаным сүтімен асырайды. Қолын сағат сайын емен асыраймыз. 6 ай ішінде жеңіп келген сұрақ жазған, сәйкес жазғанда пікір қалдырмаған қол үшкен алады. Біз өзіміздің пікірімізді жазайық, шығармай тұрамыз. Сіздерді жалпы ұшпау берді. Айға. 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 болды. Тамақ, қырық тамақ, және осы тамақ бар. Ал бұнақ саны үшеу бар. Ол бір бұнақ ақтанжас. Қазір ол топырағын майып қадірінде енді салған кезінде. Бұл жерде асақтары жуалы түріктері қысқа байқап болады.
тиімділігін адал жар ретінде және ақыл кеңестерінде істеуі керек. сонымен қатар айла кезінде дамытылған ол тек қана жарнама емес сөйлеуге оның ісіне ақыл қосатын кеңесшісіз деуі бар. бұл қате суымен емес ақылмен де ерекшеленеді. мысалға адамның сенің зерделі ақыл орын оқиғаны сезіп оған жолдан қарастырады. ол барлық мамандардың антонимдерін және де оқыған шешім қалай болады, қоғамда жеке жеңіске оралады. алайда осы жеңістің оралған сәтте оның елде тағы да жауабын деп көреді. сол уақытта тағы да бір жекпе-жекке түсіп, сол жекпе-жектен аман есен жеңіп шығады және өз бойынша қоғамның батылдықтарын шегінеді. ал демек тыныштық оны орнатып батыр ретінде өзі деп алады. болашақта мықты маман есімін бетін оларын бірге жаса. Бетіңдарын көрсетеміз. Бардан бүйтіп арақтар сақтыр. Жасында ғылымдарды ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кештермедім. Бұл мақұрым қалмағыма кім жазалы, қолымды дөпсермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге біл деп бердім, қызмет қылсын жиналсын деп бермедім. Жоқ, Марлеміз жалғыз бала. Бір бала бір оған берді ғой. Сабырлы, өзін өзі күшті айтқан. Мен WhatsApp-та да Instagram жақты қоямын. Балаларым ана жеті әрегенері маңызды ойнамай кеткенде есікті жауып алған ғой мен шығармай әндерге орып қойып қойған. Сосын мен уже неше сабақтан кейін мен оған ашып неше сабақта сендерге келеді мысалы. Одан кейін мектепке жүгіремін, оны оқып бүкіл мектеп кезекке шығарамын, тәрбиелеуші бірдеңе нәрсе жасап өзім азығып кезекке шығарып өсіп кетеді шығардым. Сосын бүйтіп отырмын шаршап кеттім ғой мен түнде ұйықтамаған жаста бар мен. Ерлік еткен жеңеді, жаудан қайтпас демей, ер қанаты тұлпары, жан серігі қыраны, намыс үшін найза ұстап, елін сүйген ұл ғана, халық үшін жаралған, жас жауынгерлер, қолбасшылар, әрі дана халық батырлары, елімізді, жерімізді бір өздеріне тапсырды. Ардақты ұрпақ, мен Қобланды батыр, туған елімнің амандығы үшін жауға қарсы шапқан баһадүрмін. Нағыз батыр болу тек қолына қару алып шайқасу емес, елге адал қызмет ету, біліммен сені суы мол, жайылман киіп, айналам ұяны. Қазақтың бағашыса сені бойын елге берекелі қоныстылар келеді. Бірақ бүгін жайы естіген беріп жүрегіміз сықады. Аса уақысын аяғы беріп емес. Сені қандай неміз көрсек, олай береді. Бұл теңіз елдің ырысы. Балты жұрттың несібесі суы дағының сәне еді. Жағасы жайылған болып, басқа береке дәрді жіберген деп айтады. Қазіргі жағдайға қарап, ей шырағым аралым, сенің суың тартылып, тіршіліктің қурағаны елдің қамсыздығы мен обалы болар. Теңіздің шегініп, құмың ұшып, елдің толы аймағы еді. Енді қу далаға айналған екенсің депті. Ашық
қарауымыз жағдай төмен болса, бұл экологиялық апаттың алдын алу үшін халыққа бірлердің қымбаттай табиғатты нашыру керектігін халыққа насихаттар еді. Керемет. Ең алғаш жеті шатыр деп аталған Семей Алашатау тұтас түркі дәуірінде қалыптасқан ең ежелгі атаулардың бірі. Семейде ұлы жазушы ақындар шыққан Абай Шәкәрім Мұхтар Әуезов сияқты қанша Әміре Қашқабаев сияқты ұлы тұлғалардан шыққан және де Семейде болған отандай еңбек қастырылады. Семейде алғаш ядролық полигон құрылған және де Семейдің аспалы көпірі 17-ті үлкен тмд елдеріндегі үлкен көпір көлемді көпір ретінде қарастырылады. Мен сізге бүгінгі заманның жас ұрпағына хат жазып отырмын. Сіздің есіміңіз қазақ халқының тарихында алтын әріппен жазылған, ақыл ойыңыз бен даналығыңыз бізге әрдайым үлгі. Сіз өзіңіздің өміріңізде халқымыздың болашағы туралы терең ойлар айтып, сол үшін жан тәніңізбен күрескен ұлы тұлға екеніңізді білемін. Сіздің еңбегіңіз туралы арманыңыз мені қатты ойлантты. Қазіргі әлемде адамзат табиғаттың тынымсыз сұлулығын, жердің байлығын ұмытқандай көрінеді. Адамдар технология мен ғылымға бет бұрып, жердің бейнесін арттыруды ұмытып кеткен секілді. Халық өмірі мен табиғаттың арасында тепе-теңдік жоқ. Адамдар көбіне өз мүдделерін ғана ойлайды. Бірақ мен сіздің айтқан жер ұйғыр іздеу бүгінгі күнде өзектеніп жоғалтқан жоқ деп ойлаймын. Сіз ауыз және ойынсыған жан ешқашан өзгермейді. Сондықтан бұл жұмыста сенің де алдынан жақын күнде тек қолыңмен қатар жүрер шағым келеді. Келешекте жеткізгеніңізде өз орныңды тапқан кезде бүгінгі табиғатты екінші сағындай тыңдасың. Алматы қаласына қараймыз. Алматы қаласы географиялық тұрғыдан алып қарағанда бірқатар экологиясы қолайсыз. Бір қаладағы жүздеген машина қала аймағы улы түтінмен қаластануда. Өтпе аурулары өршіп, қалада жеңсіз демалу қиынға түсуде. Сонымен қатар қалада көптеген өндіріс орындары мен жылу қазандықтары да жағдайда қиындатуда. Бұл мәселелерді шешуге қазіргі таңда ағаш отырғызу, яғни ауаны табиғатты тазарту мақсатында көптеген ағаш отырғызу қолға алынуда. Vardı değil. Satmaydı o kadar. Satmayı iyi koyarsınız. Ең бірінші көзілік болып, байып пен бақыт, өмірдегі барлық қиыншылықтан өтесің, бұйырса екінші еңбек етіп қатты маңызды әрекет үш қадамға өздерінің нақты қосылатын мен ақыл екінші болып отырады. Жазып шыққан бөлмеден соңынан қояды екенсің, күрексің қазақтан, тебершінің манаттан, жібектен ысып бал таққан үйге кіреді екенсің, сен құрдыға сүйіп мал жиып, терсеңіне бал құйып, өмірде сүреді екенсің. Сені маңдайға жібінің азғанмен тағдырдың салған маңдайына жігерін жасыпа. Өмірдің ащысы мен тұщысын татып, ер жеткенде еліңе қорған, өзіңе тірек болатын туады. Ер жігіттің бағы қажыр-қайраты мен төзімінде, сен де осы жолда талмай еңбектен. Тұлпар мініп жолға шаппасаң да, белсенді тік ұстап, өз дәулетіңді өзің жасап, қара шаңырағыңның үстінен түстеп. Сені тағдыр сынар, бірақ сынғаның емес, шыңдалғаның маңызды. болсам, бірақ ақылмен болса, мен қалаумен келетін шаралар өте басқаша болады. Өлең жолдардың орнына көзсіз тоз, романдар, повестер, әңгімелер жазатын сондықтан бұл күнде жұмыста. Сіздің де алдынан жақын күнде сен қолымен қатар жүрер шағым келеді. Кезекке жеткен сен өз орнын тапқан кезде өзің тағдырды өкініші сағында жандасың. Тек сары мен жігеріңді сезбейді. Сонда тағы оларға жүрек түсінбейсіз. Қазақтың күрделі өмірді халқының ортасында табиғатсыздыққа қарсы тұрғансың ба? Еңбекпен намыспен қызмет етудемісің. Егер кәсіптік танса өмірсіңе жеткізуге бірақ сен сіздерге демеушілерін атаймын. Барлық дәптерді ашып, екі бағанға бөлсек, біріншіден әңгімелердің қатас еткен сұрағынан, екінші бағанға өзіңдер дәл өтіп жазасын жаздым. Осы аталған пікірлерді ескере отырып, қандай тың шығаруға болады, яғни атом іс-әрекет арқылы сіздер қандай өндірісті бағалауыңыздар? Атом ескере отырып, болашақта адамдарға да өз